Құрметті менің көрермендерім, түйдек достарым, енді ой тоғысын өзім айтқыш адам, айтпасам болмайды. Ой былай болды, осы ақсақалды керемет екен. Мен басында енді түстіріп отырған мен ғой. Диктор деймін бе, журналист деймін бе, блогер деймін бе. Соны ақсақалды енді қостап жатқандар өте көп. 90 жаста сол мен түсірген видеодағыдай отырған ақсақалдар жоқтың қасы десе болады. Оны түсіріп құрметтеген мақтан түттінде өзім арасында маған бір ой келді. Мен де мақтанғым келіп кетті. Мен де 70-тің желкесін қалқындырып жатқан адаммын ғой. Әжелердің бірімін. Ойпырмай, әже, сіз не деген кереметсіз, мынадай ақсақалды жол бойы кезіге сап түсіріп отырған деген бір жақсы сөздер жазылса ғой деген комментариялардың бәрін оқимын. Мен негізінде өзім біреудің салға видеосына да оны мен айтып жүрмін, бас аяғына шейін тыңдаймын. Енді тыңдамасаң не жазасың? Жүректі лүпілдетіп кеткенде сен оның ар жағында не болып жатқанын білмейсің. Және бұл кісі сол менің вагонында деп айтып отыр мен бірінші видеода. Өйткені Алпыстаттағы баласы біздің вагоннан ездеп кепті. Мен отырға соң көрдім, қазақтар жүрген соң бәрі қазақтар болды бара жатқандар. Зарядка іздеп кепті. Соның мен айттым, зарядканы бермеймін деймін. Бермейтін себебім талай адамдарға осы пойызда зарядка беріп, кейбіреулер алып түсіп кетеді, кейбіреулер сол тыққан жерінде қалады, немесе төбеге шығып, сенің зарядкаңды өзі қарызға алып тұр. Оны қойып алып тұрып сотқа көріп жататындар бар. Біздің кейбір кезде қазақтар енді айтсаң шамданбасын бір түрлі деп айтайыншы. Немесе зарядкадар осы купенің ішінде істемей қалған кезде неге қоямыз апарып, жаңағы проводниктерге. Сол жақта қалдырып, соткасын алып кететіндер бар. Сондықтан мен сізге зарядканы бермеймін, отырып зарядкалаңыз дегенде, осы ақсақал келіп қалды да баласын іздеп, сен қайда кетіп қалдың деп. Өзім таңғалдым. Өзі үлкен баланы немен іздеп жүрсіз деп. Содан мені көріп, кәдімгідей әңгімелесіп, осындай 3 видео түсірдім. Бірақ бұл өте көп видеолар, оны қайсысын қарай сортировать еткен жоқпын, салам. Өзінің даже осы 90 жасына қарамай, осыдан 2-3 жыл бұрын Москва түбіндегі өзінің әкесінің сүйегіне барып топырақсап, жусан апарыпты. Міне керемет. Сонда біздің енді оның арасындағы бір 20 жас, 21 жас, 25 жасты өлшеуге болмайды. Менің де бір кереметтігімді айтып, сен жымарттама, бір жақсылап комментария жазыңдаршы. Былай да жазбай жүрген жоқ. Менің өз видеоларыма адамдардан негізінде негатив жоқ. Бір тарам болады, менің шашыма, орамалыма, оны басқадай негатив көргім жоқ. Ал мейрамдарыңыз құтты болсын, атаның батасы қабыл болсын. 90 жастағы атаның маған айтқан жақсы сөздер түсті ме, оны қараған жоқпын, соның бәрін қараймын. 15 март ол кісінің туған күні екен.